Сегодня я хотела бы поделиться с вами своей радостью от того, что недавно я не побоялась и рискнула и купила Flip Express. И в итоге за один вечер я заработала 3000 баксов. Вот, кстати, денежки. И я советую вам не бояться, рисковать, не тормозить и наконец-таки начать жизнь такую, о которой вы всегда мечтали. Вот. Так что всем большой удачи, удачных вам ставок. 4-ші бөлім Тимурдың оқиғасы. Бүгін Тимур кешегі әдетінен кеш тұрады. Қатты бас ауырады. Өткен алдыңғы күні ол клубта ішіп қойған болады. Содан соң балкондағы таза ауаға бір ұйқысын ашып алады. Күн керемет болды. Тимур киініп далаға шықса, өзінің машинасы өз шарбағында тұрып, бұны кім қойды деп барлығын есіне түсіреді. Есіне түскен соң Тимур Каролинаның барлық заттарын, суреттерін өртеп жібереді. Содан соң Тимур өлімнің алдынан құтқарып қалған Келли деген қызды іздеуге кіріседі. Тимур Келлиді бір дүкенде жұмыс жасайтынын біліп, сол дүкенге қарай жол тартады. Сол дүкен маңайына келіп, машинасын қояды. Тимур содан соң Келлиге сәлемдесіп, оның қасындағы өзінің жақсы көретін жігітін көрген соң тез-тез кешірім сұрап, машинасына қарай мініп кетіп қалады. Келесі күні Тимур барлығын ұмытады, өзіне жаңа өмір жалғастырады. Бір күні үйіне қарай өзінің таңғы ауласымен жаттығумен бара жатады. Тимур осы кезде артындағы қатты жылдамдықпен жетіп келе жатқан машинаны байқамайды. Содан соң машинасына қағылып қалады. 56-я вызов получили, 56. Человек же что, лежит? Нехера снимать. Тимур жедел түрде қалалық номер 1-ші ауруханаға жөнеледі. Содан соң Тимурға маңызды операция жасалады. Келесі күні Тимур больницадан палатаға шығарылады. Операция сәтті өтті, бірақ Тимур әлі де дене қысымдары ауыратынын біледі. Бірақ та ол медсестрамен сөйлесіп, бүгін оның больницаға шығатын күн екенін ескертеді. Содан соң Тимур қуана больницадан үйіне қарай жол тартады. Тимур осы кезде бас медбикеге қатты ғашық болғанын білдіреді. Содан соң алдағы күндері қайтадан келетінін айтады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мәди достар. Бүгін 4-ші серия осылай болды. Енді нағыз ұзақ болмаған істен кешірім сұраймын, өйткені мен дұрыс актерлық адамдар таба алмадым и персонаждары дұрыс жоқ адамдар үшін. Бұл киноға түскілеріңіз келсе, ВКонтакте желісіне жазыңыздар. ВКонтакте желінің аты үшін описаниеда тұрады. Давайте достар, енді осы фильмге 150 лайк жинапсақ, келесі сериясын бірден шығаратын боламын. Асығып шығардым, енді асықпай шығардым, сіздерден кешірім сұраймын. Сондықтан давайте сразу лайк басып комментарий жазып кетейік. Сіздермен болған мәди, келесі фильмде кездескенше.